Қайырлы күн, құрметті көрермен, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге глютенсіз нан жасап көрсетемін. Яғни ашытқысыз нан пісіреміз. Жаңағы фигурасын сақтап жүрген қыз-келіншектер немесе мен сияқты тамақты, тіпті шайды да нанмен жеп ішетін болсаңыз, осы нанды жасап көріңіз. Зияны жоқ, сіздің денеңізді еш толықпайтын бұл нанның рецептісін қалай жасаймыз немесе не қосып жасайтынын білгіңіз келсе, видеоның басынан соңына дейін қарап тамашалаңыздар. Әрі осы видеоны таныстарыңызбен бөлісіп, лайк басып қолдап жіберіңіздер. Бізге керегі кәді. Иә, сіз дұрыс естідіңіз. Кәдіден жасалатын нан, орысша айтқанда кабачок. Кәдімізді жақсылап жуып аламыз да, видеода көріп тұрғандарыңыздай 4 бөлікке бөліп, кесіп пюре жасағанға ыңғайлап дайындап аламыз. Мұнда кәдінің салмағы 350 грамм. Осы видеоның описание бөлімінде барлық ингредиенттер жазылып тұрады. Енді осы кәдімізді блендерға салып, езіп аламыз, пюре жасаймыз. Блендер болмай жатса, ет тартқыштың құрылғыменен жасасаңыздар болады. Тіпті ол да болмай жатса, үккіштен өткізіп жасаңыздар. Міне кәдімізді осылай езіп алдық. Қараңыздар, қандай әдемі қанық жасыл түс шықты. Ары қарай үстіне бір жұмыртқамызды саламыз, және де жарты шай қасық тұз себеміз. Жарты шай қасықтан азырақ қант саламыз. Бізге дәмі қанық болу үшін тағы да керегі бір шай қасық лимон шырынын қосамыз. Біз нанымызды жүгері ұнынан жасаймыз. Бізге керегі 130 грамм жүгері ұны, және де бір ас қасық жүгері крахмалы қосамыз. Бір чай қасықпенен толтыра қамыр қопсытқыш қосасыздар. Және жағымды қош иіс беру үшін жарты шай қасық құрғақ сарымсақ, сонымен қатар қара ұнтақталған бұрыш қосасыздар. Енді осының барлығын толықтай біркелкі болғанша, осындай силиконды күрекшенің көмегімен жақсылап араластырамыз. Міне толықтай өстіп бір араластырып алғаннан кейін, ең соңында бір ас қасық сұйық май қосамыз. Күнбағыс майын қосасыздар. Енді осыны толықтай тағы бір қабат араластырып жібересіздер. Сонымен біздің қамырымыз дайын. Қамырымыз дайын. Енді осыны нанды арнайы кекс пісіретін формаға, менде форманың диаметрі 25-11, биіктігі 8 сантиметр. Енді қамырымызды осы формамызға құямыз. Қамыр сұйықтау болғандықтан осы жақсы құйылатын болады. Арнайы силиконды күрекшенің көмегіменен осылай жайғастырып, әдемілеп, тегістеп саласыздар.
Нанның бетіне мен қуырылған күнжіт септім. Бұл жерде әркімнің өз қалауы біледі. Егер бар болып жатса, шемішкенің дәнін немесе асқабақтың дәнін сеуіп пісіріңіздер. Нанды алдын ала 180 градуста ысып тұрған пешке 50-55 минуттай уақытта пісіріп аламыз. Міне дайын осындай әдемі түс болып шығады. Нан әбден суығаннан кейін барып кесіңіздер. Нанның толықтай піспегенін осындай таяқшаның көмегіменен көріңіздер. Таяқшамыз құрғақ болып шығу керек. Енді міне толықтай суыған нанымызды кесіп көрейік. Нанның сырты қытырлақ, іші жұмсақ, әбден толықтай піскен, кәдімен жасалғандықтан осындай түсі әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрметті көрермен, менің каналымда алдағы уақытта талай осындай пайдалы рецепттер шығатын болады. Каналымды жоғалтып алмас үшін каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп алыңыздар. Әрі осы видео ұнап жатса сақтап алып, лайк басып, қолдап жіберіңіздер. Комментария бөліміне өз пікіріңізді жазып қалдырыңыз. Сіздермен бірге Айгүл Қалиқызы. Келесі жаңа видеомда кездескенше сау саламатта болыңыз.